Әкім Абай ақындардың атасы, бізге сабақ атасы. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді аузыма, қолымды мезгілінен кешсермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жеп көрмедім. Абай мектебі, көңіл көктемі, өмір өткелі. Адам баласы жылап туады, кейіп біледі. Екі ортада бұл дүниенің рахатын қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, жарамсыз қылықпен қор еткізіп өткізеді де, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп еңбек қылсаң, қара жер де береді, құр тастамайды. Біздің қазақ халқының достығы, мықтылығы, өнер іздеуі, жұрт тануы ешбір халыққа ұқсамайды. Адам баласы қай жолда жүрсе, қай майданда табылса, сол майданда кісімен сырлас болады. Өкінішті көп өмір кеткен өтіп, өткіздік бір нәрсеге болмай жетіп. Ойшылдың мен де санды бірімін деп, талап ойсыз мақтанды қалдым күтіп. Дос асықтың болмайды бөтендігі, қосылған босаспайды жүрек жігі. Біз доспыз, асықпыз дегеніміз сыйластықтан жасалған көңіл жігі. Сол досты сая таппай іздейді жан, жоқтайды күңіреніп қозғалып қан. Жау жабылса бұзылмас жан көрмедім, артық жолдас таппадым. Абай абыз шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып қамалып қалмақ. Ол өзде бір антылмандық. Әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме, ыза болғандығынан күл. Ызалы күлкі өзде қайғы. Ондай күлкіге үнем өзінде салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсең, жақсылықты жақсылығынан тапқандығын ғибрат көр.